Бас уәзірге хабарла. Гуаньи кездеспекші. Бас уәзір маңызды жұмыста. Ешкімді қабылдамаймын деп жарлық түсірген. 3 рет келсемде, мені тосып кіргізбедіңдер. Бас уәзірге хабарла. Шоғыл жұмысым бар еді. Бас уәзірдің әмірі қатаң. Қарсы келгендерді оңдырмайды. Кешіріңіз, хабарлауға батылым бармайды. Қайтып кетіңіз. Гуансаңғын, не жұмыспен келдіңіз? Дереу мәлімде. Вэньюан Саңғынмен кездеспекшімін. Жаңсаңғын төсек тартып жатыр. Ешкіммен кездесе алмайды. Гуансаңғын қауіп етіңіз. Саңғын. Олар менімен кездеспей қойды. Мені жібермейтін сияқты. Онда қайтпексіз? Менің атымнан Саубас уәзірге хат жазып, осында қалдыр. Қоштасқаным болсын. Сүнчен, дереу буынып түйініп, 2 қарынды күймеге шығар. Ләппай. Тоқта. Бас уәзір берген алтын күміс моншақтар және құлдар мен күңдер түгел қалсын. Білдім. Бас уәзір кешіріңіз. Мен кеттім. Бас уәзір! Уәзір! Төсті қақпа күзетшілері Гуаньи бір күймел арбаны жетектеп қақпадан шығып кетті дейді. Гуаньи кеткен екен ау. Ақыры кетіпті. Мәлімет! Бас уәзір, Гуаньи орда берген патша қорғаушы бекмөрін мәтча қылып, бас уәзір сыйлаған зіннәт бұйымдарын күн құлдар түгел сарайға қалтырып, мына хатты жазып кетіпті. Алтын мен жүрегін жаулап, атаға абыроймен бетін қайтыра алмадым. Өлсе де райынан қайтпайды екен, мұндай адамды жібіту. Мен емес, Тәңірдің де қолынан келмес. Ием, Гуаньи бұл кетсінде Юаншоуға бағынбай қоймайды. Онда Юаншоудың көктен тілегені жерден табылғанмен бірдей болады. Ием, кейін қатер болмау үшін жанкешті батырлардан қуғын салыңыз. Бас уәзір, 3000 жасақпен барып, Гуаньидің басын кесіп әкеп, сізге тарту өтейін. Цаяң, ержүрек болғаныңмен Гуаньидің басын ала алмайсың. Болар іс болған екен, мұнда өкініп күрсініп тұрғанша,
Гөнүйге тағы бір рет бетімізді жылтайық. Чоңи, Бармын. менімен бірге жүр. Шақырдан шығып жолға салайық. Ләппәй. Юнчоң! Юнчоң, тоқта! Юнчоң! Менен туыс, мені қайтарғалы келдің бе? Солай болса, менімен қайтар ма едің? Мүмкін емес. Сондықтан мен де сені қайтарғалы келгем жоқ. Юнчаң, бас уәзір ұзақ жол басатыныңды біліп, өз аттандырғалы шықты. Қараш. Юнчаң ау, қоштаспай кеткенің қайткенің. Бір тосты аттандыру шарабымды да ішпегенің бе? Бас уәзір, мен сізбен ағамның хабарын білсем, мейлі қайда болса да оны іздеп барып онымен бірге боламын деп уағда берген едім. Қазір ағамның дерегін білдім. Сондықтан асығыс кеткенімді айып етпегейсіз. Сенімен уағдаласқан екем, уағда жұтуға дәтім бармас. Қарашы, Жижуға дейін 800 неше шақырым жер, жол алыс. Күн қақтап жел тотықтырар. Жолда суық тиіп қалмасын деп саған бір шапан дайындатқан едім. Қане, Юнчаң, арқаңа жауып қояйын. Бас уәзірге мың рахмет. Аттан түсіп, тағзым етпегенімді кешіргейсіз. Осылай қоштасайын. Жарайды. Сау болыңыз. Юнчаң, біздің тағда кездесетін кезіміз болғай. Чу! Ием, өйткеніңіздің қажеті бар ма? Сіз келгеніме талай жыл болды. Өйткеніңізді көрмеппін. Өйткені талай жылдан бері жеңілгенімді дәл бүгінгідей сезінбеген екем. Ойлашасың, бір адамның жүрегін өзімізге қарата алмасақ, жер әлемді қалай жаулаймыз? Жұрттың көңілін қалай өзімізге қаратамыз? Ием, асыр айттыңыз ғой. Юнчаңның бүгінгі істері бүкілдей Леубейдің себебінен болды. Мұнан Леубейдің
Расау кезінде онымен алғаш кезіккенімде былыққан дүниені қалай тыныштандыру жөнінде шүйіркелескем. Мен күш-құдірет пен билікке сүйену керек десем, Лю Бей адалдыққа арқалану керек деп түйген. Сонда мен оны ақымақ, шике екен деп күлгем. Бірақ Юнчаңның ісі маған Лю Бейдің тым қатерлі екенін аңғартты. Ол Юаншаудан да қорқынышты. Лю Бей ғана менің нағыз ата жауым. Анау аудан әкімі ғой. Қалайша есіп отыр? Хабарың жоқ па? Қайдан келгені белгісіз. Бет-аузы қап-қара қарақшы ел аудан жамбылын тартып алды да өз төре болып алды. Әкімге есі қаратып қойды. Иә, ол тағы әкіміміз өзіне қалыстер қып алды. Жүре ұшқан біреу сияқты. Аудан бойынша астық салығының тең жарымын кешірді. Қалғанынан ордаға да татырмады. Әуелі жасақ жиып жатыр. Керемет ақ екен. Бергел, менімен бірге арыз шағым қара. Екеуіңнің не арыз шағымдарың бар еді, қане, маған айтыңдар. Мен әділ үкім шығарам. Саңғын төрі, бақырыңыз жаңсан, үйімнің артық көшесіндегі лерға былтыр көктемде 500 жарма қарыз бергемін. Жарым жылда қайтаратын болған. Бүгін қарызымды алайын деп барсам, беру бұлай тұрсын, қайтамен ұрып соқты, кейпіме қараңызшы. Лияр, сен жаңсанан қарыз алып бедің? Алғам. Онда неге қайтармайсың? Менде қайтаратын қауқар жоқ. Адам өлтірсен құн төлейсің, қарыз алсаң қайтарасың. Бұл кесілмейтін чөрі. Келіңдер. Бармын. Мыраған 30 дүре соғыңдар. Қалайыққа мәлім етіңдер. Саңғын, кешірім ете көріңіз, Саңғын, кешірім етіңіз, мен қайтарайын. Жаңсанау, Лияр да сен де атамсың. Ол да бар қол-аяқ, сенде де бар. Сен неге елден таяқ жеп жүрсің? Ол мені басымды. Келіңдер. Бармыз. Мыраны сүйреп апарып, 10 дүре соғыңдар. Ойпырмай, мен кінәсізбін, жәбірлендім. Оға жамам жетпейді. Таяқ жекеріңді ұялмай қайтып айтып тұрсың. Оған есеңді неге жібересің? Әкеңді. Күйдіріп өлтіретін болдың ғой. Мұраны сүйреп апарып тағы да 10 дүре қосып соғыңдар. Болдым, ем аяңыз. Ем. Жақсы сол. Қалыскер. Бұл даушар қалай шешілді? Бұл даушар керемет кесім болды. Пақырыңыз ерекше сүйінді. Қалыскер, адам жіберіп Лю мен Гуанюйдің дерегін іздет деп едім. Сыбыс бар ма? Алаңсыз болыңыз. Мен әлде қашан жен жаққа адам шаптырып, төңіректің төрт бұрышынан тыңдаттым. Хабар бар ма? Хабар жоқ. Жоқ? Тағы іздет. Егер хабар ала алмайтын болсаңдар, барлығыңның аяғыңды шағамын. Лөппей. Бәрекелді, оқтаяқты жақсы ұрдың. Қанжар қайраушы, қанжарыңы терсін сылымын. Түрегіл, түрегіл. Саңғын, алақаным ойлық балды, ендір алмаймын. Алақаның ойылмақ тұр ғой. Ойның үзіліп көрсе де орныңнан тұр. Тұр! Жарайсың, дәл осылай ұр. Адам таяқ жемей, тарамыздай қатпайды. Жарайсың. Тұнтыңдауға кеткен адам қайтып келді. Кетіңдер! Саңғын! Ағамнан хабар ошар бар ма? Саңғын, 500 неше шақырым жол басып Хуан өзенінің бойына дейін барсам да, Лю Бей мен Гуанюйдан сыбыс жоқ.
Ой, арам тамақ. Мұнанда сүйреп апарып, ондыра соғыңдар. Ләппәй! Саңғын жаныңызды тамаққа шарапқа тойдырып, тағына тыңдыңды ғой жіберіңдер. Жаңсаңғын, мен көңілден хабар алдым. Екінші ағам қазір қайда? Мен салып ұрып, Янжуға бардым. Бір жаралы жасақтан көңілдің бас өзір саусауға бағынып кеткенін естідім. Оттапсың, шатығанын қарай көр. Мұнағанда дүре соғыңдар. Ләппәй, жаңсаңғын. Хабар әкелмеген тұрғаныңыз жөн-ақ. Дерек тауып келген мен не көрасың? Саңғын, Гуансаңғын асыбыс білдім. Тез айт. Гуансаңғын саусауға қол қусырыпты. Бұл жырапсың. Рас айтам, айдай ақиқат. Гуансаңғын бағынып қана қоймай, әуелі бас уәзір саусауға көмектесіп, Юаншаудың Янляң, Вэнчу деген тайсаңғындарын өлтіріпті. Гуансаңғын бас уәзірге еңбек сіңіріпті. Саусау патша ордасына мәлімдеп, Гуансаңғынға патша ұрғышы дейм әйтеуір, ченчекпен әперіпті. Гуансаңғын Шишаңда тұрады екен. Бас уәзір оған көз сарай беріпті. Ішінде бәрі бар екен. Самалдық, тағы. Бәр сандырақ. Өтірік өсік! Келіңдер! Мұнаған дүре соғыңдар! Ләппәй! Жаңсаңғын! Аямай соқ! Аямай соқ! Жаңсаңғын! Гуанyi! Үлкен аға, қайдасыз? Гуанyi азғындап қарақшыға тізе бүгіпті ертеме кешкі ұстап әкеліп, мұлжасын шығармасам бәремді. Саңғын, мына шаһарда Көңшу деген қорғайды екен. Ол өзі қару өнеріне жетік дейді. Әдеппен жөнімізді айтып, жол сұрайық. Сарбаздар! Көңсаңғын бар мекен? Ханшу теңбегі Гуанyi қамалдан өтпекші. Көңшу деген менмін. Сонда Гуансаңғын, қайда барасыз? Бас уәзірдің рұқсатымен Хабиға бара жатырмын. Ағаммен жолықпақшы едім, жолдан өтіп алсақ деймін. Хабидағы Юаншау, бас уәзірдің қасшауы. Саңғын онда баратын болсаңыз, бас уәзірдің берген жолқаты бар шығар. Асығыс жолға шығып, жолқат алмай кетіппін. Саңғын, кешіріңіз. Гуанyi, шынымды айтсам, сен Янляң, Вэнчуларды жайраттың. Атағың жер жарады. Осының өзі жолқат. Басқа жолқаттың керегі қанша деп ойлайтын шығарсың. Қайдан өйтейін? Мен бас уәзірдің абыройына арқаландым. Көңсаңғын, енді өтсек болатын шығар. Әрине болады. Саңғын, кідіре тұрыңыз. Кейінгі өткелдерде Саңғынды басқалардың тағы мазалап жүрмеу үшін мен бір жолқат дайындап берейін. Көп рахмет. Мен онда осында тосайын. Гуанyiдің жолқаты жоқ екен. Уәзірге опасыздық жасап, Юаншауға бағынуға бара жатқаны дауыссыз. Жарлық, дереу сауыттарыңды киіп, атқа қоныңдар. Қамалдан шығып, Гуанyiдің басын алып, басы уәзірге еңбек көрсетейік. Саңғын, Гуанyiдің батырлығына кім шақ келеді? Ол Юаншаудың абасардарлары Янляң мен Вэнчуді жайратқанда түшкіріп те қоймапты. Гуанyi батыр болғанымен жалғыз келіп тұр. 500 сауытты жасаулы одан қорқушы меді. Гуанyi, атыңнан түсіп, тізе бүкте, менімен бірге бас уәзірге жүр. Көңшу, мен алдаған болсаң да, сен өлтірмей-ақ қояйын. Маған жол берсең ғана болғаны. Сен өлтірмесең, мен өлтіріп еңбек көрсетемін. Аттан!
Күншуды лажсыздан өлтірдім. Сендермен қатысы жоқ. Тез бар бас вәзірге хабарлаңдар. Келес өткелдегілерге мені әуірелемеу үшін ұқтыру түсірсін. Естідіңдер ме? Ләббәй. Чö. Басвали, Гуайи шығыш жоқы бекінісіндегі күн саңғынды өлтіріп, Лоянға келе жатыр. Гуайи неге өткелден өтеді? Неге саңғынды өлтіреді? Ол Хабидағы Яншоға бағынғалы бар жатыпты. Күн саңғын жол бермеп еді, айқаста күн саңғын қаза болды. Гуайиді кескілеп күн саңғынның кегін алыңыз. Қолында бас уәзірдің жолқаты бар ма екен? Жоқ екен. Қолында жолқат болмаса, жауға бағынған болды. Егер ол кетік болса, онда бас уәзір күнәні менен іздейді ғой. Вәли, оның айдағар бедерлі ай формалы қылышы тас турайды. Ол үш күнде екі бас арбазды жайратқан, төтеп беру мүмкін емес. Үрейлендің бе? Жоқ, мен оған тең келе алмаймын. Алдымен тұзақ құрып, торғыл қояйық. Ол тұзаққа түскеннен кейін өлтірейік. Жарайды, дереу қамдан. Ләппай! Гуайи, атыңнан түсіп тізе бүк! Шығыс жоқы бекінісіндегі Күншуды жазым еткен едім. Енді сенің қаныңды жүктей алмаймын. Гуайи, қар өнерім шанақты. Сені ғой жең алмаймын, бірақ Қамалды жаныммен қорғаймын. Сені мүлде өткізбеймін. Жарайды. Азамат, кел ғане, саған 3 рет кезек берейін. Ха, чө! Енді келсең 4-шісі болады. Одан не тұр екен? Сені өлтірмекші емеспін. Қаруымда ұстырған соң тағы шайқасам. Гуайи келді! Гуайи келді! Саңғын торғыл бар, абайлаңыз. Торғыл болса да қорқпаймын. Ой! Гуайи, мен қат-қабат торғыл қойдым. Тез атыңнан түсіп тізе бүк. Атыңдар. Тыңдаңдар, сендерді өлтірмеймін. Дереу қақпан ашыңдар. Тез, саңғын кер, тез бол. Саңғын, екі ханым мызғақ бетті. Екі жеңгемнің нендей тапсырмасы бар екен? Ханымдарда біраз вайым бар екен. Осылай қамал сайын айқаса берсе, дене қуатыңыз әлсірек балама деп алаңдайды екен. Саңғын, жижуғалы 500 неше шақырым жол бар. Жолда әлі 10 неше қорғаннан өтеміз. Менше осында бірнеше күн тынығып алғаным үшін. Саусаудың қорғаннан өту жол қаты келген соң жүрмейміз бе? Жағдай өзгеріп кетеме деп алаңдаймын. Егер Цау-Цау өкініп қалып, жолқат беруге бұлай тұрсын, қайта сайлауыт қол жіберіп, қуатым болса, екі ханым қатерде қалмай ма? Оның да жолды өзіміз ашайық. Енді алдымызда қайсы қамал екен? Ендігі қорған Иши қамалы. Оны Бенши деген сардар қорғайды. Шоқпар үйруге шебер, қолында 800-дей жасауыл бар сияқты. Сен ертерек демал.
таң ата жүреміз. Siz патша қорғаушы бек Гуансаңғын шығарсыз. Иә. Иши қамалын қорғап тұрғанда Гуансаңғынды көргенмін. Асығыс. Жолға шығып едім. Бас уәзірдің жол қатын алмай кетіппін. Мұны білемін. Шығыс шоқы қамалындағы Куншю, Лоян қорғанындағы Ханфу менімен салғыласты. Бұл артта білемін. Сізбен салғыласамын деп, бәрі жанынан айырылды емес пе? Онда сен неге қақпан ашып мені қарсы алдың? Гуансаңғының адалдығы мен батырлығы жер жарады. Мен ерте тәнті болғамын. Оның үстіне мен алғаш Лүбудің қол астында болғамын. Саусоғы бағынғаннан кейін маңызды орынға отыру бұлай тұрсын, қайта шетке қағылдым. Әлді қашан безіп кеткім келген. Сәлемді қабыл ал. Қойыңыз, Гуансаңғын, қанекей. Көп рахмет. Саңғын, қараңызшы. Анатаудан ассаңыз, Хуажуға жетесіз. Хуажудан терістікке қарай 30 шақырым жол бассаңыз, Жешу көбейіне барасыз. Кемемен өссеңіз болғаны, Юаншаудың қыбайына қадам қоясыз. Онда Саңғынға көп рахмет. Сау болыңыз. Саңғын, қараңызшы. Ана бұтқана Джунго бұтқанасы. Онда дынияты Пудин деген салауатты шайқы тұрады. Таңқыңызға көптен қанық екен. Сізбен дидарлассам дейді. Әуірелеп қайтем. Көңілім алағызып тұр. Онында жолға түсейік. Саңғын, енді 2 сағаттан кейін күн батады. Қазір аттанып кетсеңіздер де Хужуға жете алмайсыздар. Онанда Джунго бұтқанасына бір күн түнемейсіздер ме? Саңғын шаршамаған болса да, арбадағы 2 ханым титықтаған шығар. Әрине, мұнда Гуансаңғынның айтқан есеп. Неше 100 шақырым суыт жол бастық. Тау жолы күдір екен. 2 жеңгем әлде қашан қалжырады. Онда бұтқанаға бір күн түнейік. Бәрекелді. Мен адам жіберіп Пудинға хабарлайын. Гуансаңғын, қанекей. Қанекей. Гуансаңғын. Қараша шайқыдан Гуансаңғынға тағзым. Гуанюден Хазіретке сәлем. Гуансаңғынның осы арадан өтетінін естіп, қабағат қуанған едім. Бұтқанада 3 бөлмелі үй, тағам дайындақ қойдық. Қанекей, ішке кіріп сөйлесейік. Хазіретке көп рахмет. Алдымен 2 жеңгем кіріп, демалса деймін. Арбаны артқауладағы таза бөлмеге апарыңдар. Мақұл. Саңғын, қанекей. Қанекей. Хазірет, қанекей. Қанекей. Хазірет, алдымен 2 жеңгеме шай апарып берсеңіздер. Шай апарылды. Рахмет. Көп рахмет. Әуеніңізге қарағанда Саңғын Хыдыңның желяңнансыз ба? Ата-бабам Фудың қыстағында тұрған. Фудыңның шығысында терістіктен түстікке ағып жатқан өзен бар. Саңғын, өзеннің шығысынансыз ба, әлде батысынансыз ба? Батысында тұрамыз, Хазірет. Ол жерде өзен барын қайдан білдіңіз? Менің ата-бабам шығысында тұрады. Арамызды өзен бөліп тұрған екен. Онда
ауылдас болдық қой. Онда тағы бір сәлемімді қабыл алғайсыз. Әулие жар болсын. Ауылымыздан сіздей батыр Саңғұн шыққанын мақтаныш етеміз. Қазірет, Көн Саңғұнды тамаққа бастаңыз. Айтқаныңыз болсын. Саңғұн қанеки. Қанеки. Қазірет қанеки. Бен Саңғұн. Көн Саңғұн қанеки. Саңғұн, төрлетіңіз. Енші, діни орында шұрқан шығарып, киел орынды қанмен бұлғаудан қорықпайсың ба? Келіңдер, қаптыңдар! Саңғұн. Жеңгелерім қандай? Мына шейхіға рахмет. Артқа ауладағы үй құрыштай берік салыныпты. Ханымдарға ешкім соқтық алмайды. Қазірет. Діни орынды былықтырып, күнә өткіздім. Екі жеңгемнің бағы бар екен. Сізге мыңда бір рахмет. Саңғұнның әділетшіл екенін мен баяғыда білгенмін. Қазірет, таудай мейір шапағатыңызды түбінде бір ақтайын шығармын. Жасым болса бір жерге барды. Саңғұнның мұндай батырлығын бұрын көрмеппін. Тезірек қанағасы Леубейді тауып, жаһанды тыныштандырғайсыз. Рахмет, Қазірет. Жолыңыз болсын. Саңғұн, қараңызшы. Көзен көмейі. Қуаңқыдан өтсек, Үйеншаудың жерін аяқ басамыз. Солай. Жүріңдер. Үй, менің кім екенімді білесің бе? Бас уәзірдің шатырында егіз нән сардар бар. Ағасының аты Шахудын, інісінің аты Шахуян деп естігемін. Сен сонда қайсысы боласың? Мен Шахудынмын. Атағымды білген екенсің. Атыңнан түсіп қол қусыр. Сен Янлян Вэнчуді танитын шығарсың. Мен 3 күнде Яншаудың осы 2 саңғынын жер қаттырғамын. Янлян Вэнчулар неге тұрушы еді? Олар жаман жаутық біреулер ғой. Оларды өлтірмесең мейлі еді.
Екеуін өлтіріп, менің алақанымды қышыттың. Сенімен бүгін бір белдесейін, кел қане. Ой, бейшара, сөзің тымасып кетті. Гөнүй! Сен қорықпа. Олар бүгін қол жұмсамайды. Бүгін екеуміз ғана ақтық сайысқа түсетін боламыз. Кел онда. Ексанғын, сабыр! Сабыр! Не болды? Бас уәзір маған Гуайды өлтір деді ме? Жоқ! Бас уәзір Гуайдың жол қат алмағанын ескеріп, тосқауыл ұшырақ балама деп алаңдап жол қат жеткізіп беруге жұмсады. Енді маған жол беретін шығарсың. Бас уәзіріміз Гуайдың жол бойы 5-6 сардар сарбазды өлтіргенін біле ме екен? Бұны ма? Бұны расында бас уәзір білмейді. Білмесе, онда Гуайды ұстап, бас уәзірдің алдына апарайын. Қоя берем десе өзі білсін, мен қоя бере алмаймын. Сені сонда өлтіре алмайды ғой деймісің? Sabır! Бас уәзірден жарлық бар. Ensang Sangunның жолдан өтуіне ешкім кедергі болмасын дейді. Бас уәзір Гуайдың жол бойы сардарларды өлтіргенін біле ме екен? Бас уәзір хабарлы болды. Ол Гуайюге жол хат беруді ұмытып кетіппін. Сондықтан Гуайю жазық демес дейді. Көп рахмет. Арасында қылышбаз екенсің. Саңғын, өнерің үстем екен. Бағың да зор секілді. Ensang, тезірек тарт енді. Жүр. Бас уәзірге менен алғыс айты бар. Сау болыңдар, тағы кездесуге нәсіп болғай. Саңғын, осы жерден терістікке 80 шақырым жол жүрсек, Рунан аймағына жетеміз. Одан өссек болғаны Жижуданның орталығына барамыз. Ең бәлкім сонда болуы мүмкін. Мұндай болғанда 3 күннен кейін ағаммен жолығатын болғаным ба. Мен Аспан Саңғын жаңжау боламын. Атыңа түсіп тізе бүк. Қортық неме? Менің атымды жабылғаның қара.
Азамат, өзің кім болғаның сонда?